Оразаның өтемақысы істері және қазаларын толықтыру жайында. Рамазан айында күндіз жыныстық қатынасқа барған адамның өтемақысы жайлы. Бұзылған ораза үшін өтемақы тек Рамазан айында күндіз жыныстық қатынасқа бару үшін талап етіледі. Одан басқа ештеңе үшін өтемақы талап етілмейді. Абу Хурайра былай деп баяндайтын: бірде пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігіне сәлем болсын, бірге отырғанымызда оған бір адам келді де: «О Аллахтың елшісі, мен құрыдым» деп дауыстап жіберді. Пайғамбар оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, саған не болды?» деп сұрады. Ол: «Мен ораза кезінде әйеліме қосылып қойдым» дейді. Аллахтың елшісі оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, одан босатып жіберу үшін қолдарың бар ма?» деп сұрайды. Ол: «Жоқ» деп айтты. Пайғамбарымыз оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, ал сені 2 ай үзбей ораза ұстай аласың ба?» деп сұрайды. Ол: «Жоқ» деп жауап берді. Пайғамбарымыз оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, ал сен 60 кедейді тамақтандыра аласың ба?» деп сұрады. Ол: «Жоқ» деп тағы да жауап қайтарды. Абу Хурайра сөзін жалғастырып былай деді: Одан кейін пайғамбарымыз оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын» біраз үнсіз қалды. Әрі біз осындай жағдайда отырғанымызда пайғамбарға оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын құрмаға толған үлкен кәрзеңке келтірілді. Сонда пайғамбар оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, сұрақ қойған кісі қайда?» деп сұрайды. Ол: «Мен осындамын» дейді. Пайғамбарымыз оған: «Аллахтың игілігімен сәлем болсын, оған мынаны да ал, садақа ретінде тарат» деді. Сонда әлгі кісі: «Уа Аллахтың елшісі, мен бұны өзімнен де кедей адамдарға таратуым қажет пе? Аллахпен ант етемін, Мәдина төңірегінде менің отбасымнан кедей отбасы жоқ» деді. Сол кезде пайғамбар тістері көрінгенше күле бастады оған. Сосын онда: «Онымен өз үйің ішіңді тамақтандар» деді. Хадистің басқа нұсқасында Аллахтың елшісі оған былай деген хабарланады: «Мынаны отбасыңмен бірге же, осы күнде өте де Аллахтан кешірім тіле». Шейхул Ислам Ибн Таймия осы қосымшаны әлсіз деп санаған, алайда хадистің сенімділігін имам Ан-Науаи, Хафиз Ибн Хажар, Шейх Садық Хасан хан, Шейх Ахмад Шакир және Шейх Әл-Бани растаған. Осы хадисіне Рамазан айындағы ораза кезінде күндіз жыныстық қатынасқа әдейі барған адам сол күнді толықтыруы және сонымен қатар өтемақы істерін жасауы керек. Өтемақы істері бұл бір қолды босату. Егер адамның мұндай мүмкіншілігі болмаса, онда ол 2 ай бойы үзбей ораза ұстау керек. Ал егер ол 2 айлық оразасын орынсыз себептермен үзетін болса, күн санағын басынан бастау керек. Егер ол мұны орындауға шамасы жетпесе, онда 60 кедейді тамақтандыру қажет. Ал егер ол кедей болып 60 кедейді тамақтандыра алмаса, онда ол өтемақысын істерін оларды орындай алатындай мүмкіншілік пайда болмайынша босатылады. Хадисте аталған ретті сақтаудың қажеттілігі ғалымдардың басым бөлігінің пікірі болып табылады. Егер адам бір күн ішінде бірнеше рет жыныстық қатынас жасаған болса, онда барлық ғалымдардың айтуынша ол бәрібір бір өтемақыны ғана орындайды. Алайда егер ол жыныстық қарым-қатынасты бөлек күндер жасаған болса, онда ол сонша өтем істерін орындайды. Әйел кісі ерімен бірге өтемақыны орындайды ма? Егер адам өз әйелімен оның қалауынсыз жыныстық қатынас жасаған болса, ол өтемақы істерін орындауға тиісті емес. Бұл туралы Ибн Ахил айтқан. Ибн Таймия бұл оның оразасын мүлдем құнсыз етпейді деген пікірді ұстаған. Алайда егер әйел кісі бұған қарсы болмаған болса, онда ғалымдардың пікірлері әртүрлі болған. Біреулер оның еш нәрсе істеуге тиісті емес екендігін, өйткені хадисте пайғамбар сол сахабаның әйеліне де осыны бұйырғандығы туралы айтылғандығын айтса, басқалар да ол өтемақы істерін орындауға тиісті екенін айтқан. О бастан пайғамбар жалғыз немесе 100 адамға
ерге немесе әйелге айтылған кез келген бұйрығы баршаға қатысты болады. Тек егер нақты дәлел қандай ерекшелеу жасамаса, күйеуі өзін ұстай алмайтынын білетін әйел өзін одан алыста ұстауы және күндіз сәнделмеуі қажет. Рамазан айында күндіз әдейі ішіп жеген адам өтемақы орындауы керек пе? Рамазан айында күндіз еш себепсіз тамақтану ол күннің өтемақысын орындауды талап етпейді. Оның жасаған күнәсі соншалықты ауыр, оған өтемақы пайда бермейді. Одан кісі тек шын ықыласпен тәубе етуі ғана керек. Ал күндіз әдейілеп тамақтанған адамға 2 ай бойы үзбей ораза ұстауы міндеттеген имамдарға келер болсақ, онда ол Рамазан айында күндіз әйеліне жақындаған адам туралы хадиске жасаған қиястарымен басқа да Құранда да сүннетте де оған да бірде-бір дәлелдер жоқ. Алайда өтемақы мәселесінде қияс жасау орынсыз болып табылады. Имам әл-Бағауи былай деп айтқан: оразаның жыныстық қатынаспен бұзылуы немесе оның басқа себептермен бұзылуы арасында ұқсастық бойынша теңеу жасауға болмайды. Өйткені шариғат тек жыныстық қатынас үшін ғана өтемақыны орындауға нұсқаған. Ораза кезінде әдейілеп тамақтанған адам оразасын әдейі өтемейді деген пікірді Әбу Бәкір, Умар, Усман, Әли ибн Масуд, Абу Хурайра сияқтады сахабалар ұстанған. Шейхул Ислам ибн Таймия былай деген: кім әдейілеп оразасын бұзса немесе намазасын өткізіп алса, оларды толықтыра алмайды. Рамазан айында күндіз ұмыршақтықпен немесе білімсіздікпен тамақтанған және жыныстық қатынасқа барған адам оразасын өтеу керек пе? Ғалымдардың басым бөлігі солардың арасында 4 имам да бар. Әлі таң атпады деп ойлап немесе күн батып кетті деп пайымдап оразаны бұзатын нәрселер жасаған болса, күнді қайта толтыру керек деп есептейді. Алайда ондай күнді қайта толтырудың қажеті жоқ деген пікірді дұрысырақ болып табылады. Әбу Бәкір былай деп айтқан: бірде пайғамбарымыз тірі кезінде біз бұлыңғыр бұлт күні ауыз ашқан едік. Содан соң күн шығып келді. Ибн Хузайма бұл хабарда оларда сол күнді қайта өтеуге әмір етілді деген нұсқау жоқ деген. Шейхул Ислам ибн Таймия былай деп айтқан: егер де пайғамбар оларға сол күнді қайта толықтыруды бұйырғанда, ол бізге парыз болатын еді. Имам ибн Хазм былай деген: түн болды деп ойлап тамақтанған немесе түн батты деп есептеп әйелімен жақындасқан немесе қателесіп күндіз су ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды, өйткені ол оразаның уақыты аяқталды деп ойлаған. Әрі осы нәрседе ұмытқан немесе қателескен адамның арасында еш айырмашылық жоқ. Бұл қияс салыстыру емес. Алла тағала былай деген: егер қателік жасасаңдар, әрі оны жасауды жүректеріңмен қаламаған болсаңдар, онда қате жасағандарың үшін сендерге күнә болмайды. Аллах кешірімді, мейірімді. Сондай-ақ пайғамбар да былай деп айтты: расында Аллах мен үшін үмметіме олардың қателесіп, ұмытып және мәжбүрлі күйде істеген нәрселерін кешіреді. Бұл сахабаларымыздың көпшілігі ұстанған пікір. Заид ибн Уахб былай деп айтқан: Умар ибн әл-Хаттабтың кезінде адамдардың уақытын бұрын ауыздарына ашып қойды. Содан соң күндебіз шықты. Сол кезде олар: біз осы күнді қайта толықтыруымыз қажет деді. Оған Омар былай деп жауап қайтарды: не үшін? Аллахпен ант етемін, біз күнә жасауды қалаған жоқпыз ғой. Сондай-ақ Әш-Шуба әл-Хаким ибн Утайбадан әлі түн шығар деп пайымдап, күн шыққан соң сәресін ішкен кісі туралы сұрағанын айтқан. Бұған ол оразасын жалғастыра берсін деді. Ибн Хазмның Әл-Махалла кітабының шарх жасаған шейх Ахмад Шакир оның айтқан барлық сөздерін толық келісті. Шейхул Ислам ибн Таймия былай дейтін: осындай жағдайларда ораза бұзылмайды дейтін есептейтіндер олардың дәлелдері күштірек екендігін айтады.
Құран мен сүннеттің дәлелдері біздің пікірімізге жақынырақ, өйткені Аллах тағала былай деп айтады: Раббымыз егер біз ұмытсақ немесе қателессек бізді жазаға бұйырма. Сенімді хадисте сахабаларды пайғамбар кезінде уақыттан бұрын ауыз ашып жібергені туралы хабарланады. Бірақ хадисте оларға осы күнді қайта толтыру бұйырылмағандығы туралы айтылмайды. Хадистің жеткізуі Хишам ибн Уруа орнын толтыру міндетті деп айтатын, алайда оның әкесі одан білімдірек болатын, әрі олар оның орнын толықтырмайды деп айтатын. Сондай-ақ Әл-Бухари мен Муслимнің жинақтарында кейбір сахабалар ақ жіпті қара жіппен ажырата алмайынша тамақтана беретіндігі туралы хадис келтіріледі. Алайда пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын оларға сөз күннің ағы мен түннің қарасы туралы болуда деп айтты. Әрі ол оларға осы күнді қайта өтеуді бұйырғаны белгісіз. Бұл адамдар заң ережелері туралы білмейтіні және сол үшін қателеспеушілердің. Сондай-ақ Умар ибн Әл-Хаттабтан олар ауыз ашқанда күн шыққандығы және ол біз өтемейміз деп айтқаны, ал хадистің басқа бір нұсқасында ал біз өтейміз деп айтқаны хабарланады. Алайда одан жеткен бірінші хабардың иснады сенімдірек. Сөйтіп бұл пікір деректермен де қорытындылармен де күштірек, өйткені Құранмен, сүннетпен және қияспен расталады. Шейхул Ислам ибн Таймия сондай-ақ егер ораза ұстаушы ұмытшақтықпен немесе қателесушімен ішіп қойған немесе жыныс қатынасқа түскен болса, ол өзінің оразасын қайта өтеуге тиісті емес деп айтты. Білімсіздіктің де үкімі сонда. Шейхул Ислам ибн Таймия былай деп айтқан: егер ораза ұстаушы адам оразаны бұзатын нәрсені оның тыйым салынғаны білмей жасаған болса, онда ештеңені өтеуі тиісті емес. Алайда егер біреу ораза кезінде қателесіп немесе ұмытып оны бұзатын себептермен бірін жасайтын болса, оразасын күннің соңына дейін ұстап шығуға міндетті. Мәселен, адам күн батып кеткенін анық сенімді болып тамақтанып қойса, онда оның оразасы дұрыс, әлі ештеңені өтемеу керек. Алайда ол оразасын соңына дейін ұстау қажет. Ниет таң атқан соң ғана бекіткен адам ораза ұстасын қайта толықтыру керек пе? Бұндай адамдар қатарына Рамазанның келгені туралы күндіз ғана білген кісі, немесе Рамазан айында күндіз ислам қабылдаған адам, немесе Рамазанда ержету белгілері пайда болған бала, немесе Рамазанда ақылы қайта оралған, есі ауысқан адам жатуы мүмкін. Осы адамдар күннің қалған бөлігінде ораза тұтып шығулары қажет. Ал олардың ораза қайта толықтырулары жайында ғалымдардың арасында келіспеушіліктер бар. Шейхул Ислам ибн Таймия былай деп айтқан: егер адам оразаның парыз екенін түнде білмеген болса, онда таң атқан соң бекітілген ниетпен парыз оразасын тұту дұрыс болып та есептеледі. Ал қалған күн бөлігінде ораза тұтуы керек, әрі оны істеуге міндетті емес, тіпті осыған дейін тамақтанған болса да. Бұл мәселе Шейхул Ислам ибн Таймия, имам Шаухани, Шейх Әл-Бани де қолдаған. Әйелдердің етеккірі немесе туғаннан кейінгі қаны келуі себебінен оразаны қайта толықтыруы. Рамазан айында оразаның күндерін өткізіп алған етеккірі немесе босанғаннан кейінгі қаны келген адам, әйелдер оларды қайта толықтыру қажет. Әрі бұдан басқа оны өтемақысы жоқ. Айша былай дейді: Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, тірі кезінде бізде етеккіріміз келгенде оразаны қайта толықтыру әмір етілген еді. Намазды толықтыру міндетті етілмеді. Науқас пен жолаушының оразасы қайта толықтырулары. Аллах тағала былай деді: ал егер біреу науқастан немесе сапарда болса, онда сонша күн басқа уақыттар оразасын ұстасын. Демек, орынды себеппен ораза ұстамаған кез келген адам мүмкіншілігі пайда болған уақытта оны өтеуге тиіс. Аллах тағала онда
сонша күн басқа уақыттарда ораза ұстасын деді. Өткізіп алған ораза күндерін лезде өтеу керек пе? Айша былай деп айтқан: менің мойнымда Рамазан айында оразасы болғанда мен оны Шабан айының басқа айында өтей алмадым. Хафиз ибн Хажар былай деген: бұл хадисте жібер алған ораза күндерін өтеуді себеппен не себепсіз болған кешіктірудің рұқсат етілгеніне нұсқау бар. Алайда жіберіп алған ораза күндерін өтеуге асуға әрі Аллах тағаланың әмірлерінен немқұрайлық танытпауы абзал. Ал жіберіп алған оразаны толықтыру, асықпау Аллахтың заңына қатысты немқұрайлық танытуға нұсқайды. Ал Айшаның Шабанның бұрынғы оразасын өтемегені жайлы айтар болсақ, онда ол имам Әз-Зайн ибн Мунауир айтқан: бұның себебі оның қолы бос болмаушылығында еді. Әрі еш себепсіз оразаны өтеуді кешіктіру Аллах тағаланың тақуалық үшін әзірлеген кеңдігі аспандар мен жерге тең жәннат пен Раббыларының кешіріміне асыныңдар деп әміріне қайшы келеді. Және де Аллах ізгі амалдарын істеуге асығатын адамдарды мақтап былай деді: олар ізгі амалдарды жасауға асығады да онда басқаларды озады. Жіберіп алған ораза күндерінің оразасын үзбей өтеу міндетті болып табылады. Ораза күндерінің оразасын үзбей толықтыру міндетті емес. Аллах тағала өтеу туралы айтып, онда сонша күн басқа уақыттардың оразасын тұтсын деді де, бірақ ретті атап кеткен жоқ, әрі бұған ешқандай уақыт орнатпады. Ибн Аббас былай деді: оразаны қатарынан емес өтеудің ешқандай айыбы жоқ. Анаста: егер қаласаң оразаңды арасын үзбей өте, ал егер қаламасаң қатарынан емес толықтыра бер. Алайда егер адам еш себебі болмаса, онда ол оразаны лезде әр арасын үзбей тұтқаны жөн. Жіберіп алған оразасын келесі Рамазанға дейін толықтыруға үлгермеген кісі өтемақы орындауы керек пе? Рамазан айының кейбір күндерін орынды себептермен жіберіп алған адам оларды келесі Рамазанның келуіне бұрын толықтырып болуы керек. Егер ол жіберіп алған күндерін келесі Рамазанға келгенге дейін орынды себептерсіз өтемеген болса, онда ол өз міндеттерін салғырт қарағандығы үшін сөгіске лайық болады. Ал енді ол өтемақы істерін орындау керек пе, жоқ па, немесе тек жіберіп алған ораза күндерін толықтыру ғана керек пе деген мәселеге келер болсақ, онда ғалымдар арасында бұл туралы келіспеушіліктер бар. Егер бірінші пікір бойынша белгілі себептермен жіберіп алған ораза күндерін толықтыру керек, әрі ешқандай өтемақы істерін орындамаса да болады, өйткені оған Құранда да сүннетте де ешқандай нұсқау жоқ. Екінші пікір бойынша бұндай адам жіберіп алған ораза күндерін толықтырып, әрбір өтелмеген ораза үшін бір кедей тамақтандыру керек. Бұл пікірді кейбір сахабаларда ұстанған. Мойнында Рамазанның өтелмеген күндері бар, бірақ оларды келесі Рамазанға дейін толықтырмаған адам туралы Абу Хурайрадан былай деп хабарланады: ол келген Рамазанда ораза ұстайды да жіберіп алған айын толықтырады, әрбір күні үшін бір кедей тамақтандырады. Дәл осы Ибн Умар мен Ибн Аббас айтқан: егер келесі Рамазанға дейін ораза өтеуді үлгермей қалған адам кедейді тамақтандырмау керек деген пікірді ұстағаны жөн. Бұл мәселеде сахабалардың пікірін дәлел ретінде келтірмесе де, онда біз екінші пікірді құптаймыз. Себебі адамдардың ішінде дінді ең жақсы түсінгендер сахабалар болып табылады. Ал сахабалардың арасында келіспеушілік болмаған жағдайда олардың пікірі мықты дәйек болып есептеледі. Қайтыс болған адам үшін оның оразасын өтеу керек пе? Айшадан оған Аллахтың разы болсын, Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деген хабарланады: әрі ораза ұстауға тиісті болған адам үшін оның жақындарының бірі ораза ұстасын. Ғалымдардың басым бөлігі пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын бұл бұйрығы міндетті болып табылмайды.
есептейді. Сондай-ақ Ибн Аббастан бір кісі пайғамбардың дуалы Аллахтың игілігімен сәлем болсын, менің анам бір ай бойы ораза ұстауға тиісті еді, алайда ол қайтыс болды. Мен ол үшін ораза ұстауым керек пе деп сұрады. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, иә деп жауап берді. Өйткені Аллах деген қарыз төленуге бәрінен лайықтырақ деп жалғастырды. Бұл хадистерде егер ораза ұстауға тиісті мұсылман адам қайтыс болса, онда оның жақындарының бірі ол үшін ораза ұстау керектігін нұсқайды. Алайда бұл хадисті түсінуде ғалымдардың пікірі бірікпеді. Олардың бір бөлігі пайғамбардың бұйрығымен жалпы болып табылады, әрі нағыз оразаның кез келген түрін ұстау қажет деп есептеді. Басқа ғалымдар сөз тек нәзір етілген ораза туыстарында болады деп санады. Бұл пікірдің жақтаушылары Рамазанның әрбір қаза болған күні үшін бір кедейді тамақтандыру керек, ал қайтыс болған адам үшін тек нәзір күндерін етілген оразаны дағы өтеу қажет деп есептеген. Ал бірінші пікірдің жақтаулары бұл дәлелдердің сенімдірек еместігін, өйткені олар пайғамбар сахих хадисіне қарсы тұра алмайтындығын, ал Рамазанның қаза болған күні үшін бір кедейді тамақтандыру керектігі туралы нұсқаудың жоқтығын айтқан. Сондықтан пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын бұйрығы парыз оразалардың барлық түріне қатысты күшке ие. Алайда ең күшті пікір болып екінші, яғни қайтыс болғандығы үшін тек нәзір етілген оразаны ғана өтеу керек деген пікірді табылады. Өйткені пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын бұйрықтарын өзге оның сахабалары түсіндіріп берді, ал олар дінге өздерінің еш нәрсе қоспайтынын. Бірде-бір әйел кісі пайғамбарға оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын келгені және апасының сіңлісінің бір ай бойы ораза ұстауды нәзір етіп, нәзірін орындамай алмай қайтыс болғанын айтады. Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, оған сіңлің үшін ораза ұста дейді. Ибн Аббас былай деп айтатын: егер адам Рамазан айында ауырып қалып ораза ұстамаған болса, кейін қайтыс болса, оның әрбір өткізіп алған күні үшін бір кедейді тамақтандыру қажет және ол үшін ораза ұстау қажет емес. Егер ол ораза ұстау туралы нәзір берген болса, онда ол үшін туысқандардың біреуі ораза ұстауға тиісті. Амраның шешесі қалдырып кеткен ораза күндерін өтемей қайтыс болғанда, ол Айшадан шешесі үшін ораза ұстауға тиісті ме деп сұрады. Айша оған: жоқ, оның қалдырған әрбір күні үшін жартыса мөлшерде тамақ садақа бер. Ибн Умар былай деп айтқан: сендердің ешкім басқа біреу үшін ораза ұстамасын, әрі сендердің ешкім өзге біреу үшін намаз оқымасын. Имам Малик былай деген: мен сахабалардан немесе табииндерден немесе Мәдина тұрғындарының біреуге басқа біреу үшін ораза ұстауға немесе намаз оқуға бұйыратынын естімеппін. Бұл пікірді сүннет имамы Ахмад ибн Ханбал да абзал көрген. Абу Дауд былай деген баяндаған: мен имам Ахмадтың қайтыс болған адам үшін оның нәзір еткен оразасын өзге оразаны өтемеу керек. Ибн Аль-Хайм былай деп айтқан: Рамазан айының парыз намазына қатысты іс намазға қатысты істе ешкім басқа біреу үшін намаз оқи алмайды және басқа біреу үшін исламды қабылдай алмайды. Әрі осы нәрсе оразаға да қатысты. Ал егер нәзір етілген ораза қатысты айтар болсақ, ол қарыз ретінде қарастырылады, әрі адам туысқаны үшін қарызын өте алатындай өзінің туысқаны үшін осындай оразаны ұстай алады, әрі мұның барлығы фуқтың нәзік тұстары. Алайда қайтыс болғаны үшін адам өзінің нәзір еткен оразасын өтеу үшін
әрі осы оған пайда келтіру үшін ол мұсылман болуы керек. Амрдың әкесі өмір сүру кезінде 100 түйені құрбан шаламын деп уәде бергені, бірақ нәзірін орындамай қайтыс болғаны туралы хабарланады. Ол оның баласы Амр пайғамбардан оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, әкесінің орнына өзі құрбан шалса, оған пайда беріле ме деп сұрады. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, егер әкең мұсылман болған болса, онда сенің ол үшін жасаған құрбандығың, ол үшін жасаған қажылығың, оған ораза мен садақаң оған пайда келтірер еді деп жауап берді. Абу Дауд, Әл-Бейһақи екі жақшаларындағы сөздер Ахмадтың руаяты болып табылады. Қайтыс болған адам үшін дәл кім ораза ұстай алатынын хадисті айтар болсақ, онда келтірген хадисте сүйенген түрде ол оның кез келген туысқаны болуы мүмкін. Ал бірінші хадистегі уәлидің атағанындай, себебі ол осы туралы Ибн Әл-Хайм айтқандағыдай бұл сөздің мағынасы көбірек жинақталған болуында. Рамазанның ораза ұстамай қалып кеткен күндерін өтеуден бұрын нәпіл ораза ұстауға болады ма? Рамазанның оразасын өтеуден бұрын нәпіл ораза ұстаудың рұқсат етілгендігіне қатысты 3 пікір бар. Бірінші пікір, мәні бұл рұқсат етілгендігінде. Өйткені бұның тыйым салынғандығына ешқандай нұсқау жоқ. Себебі нәпіл оразаны Рамазан айының оразасына байланысты емес. Әрі осы ханафилердің және оның артық көріп кім мойнында Рамазанның өтелмеген күндері бола тұра арафа күні немесе ашура күнінің оразасын ұстаған болса, оның оразасы дұрыс деп айтқан шейх Усайминнің пікірі. Алайда Ибн Усаймин бұл Рамазан айының кейін жалғасатын Шәуәл айының 6 күндік оразасына қатысты емес деп айтқан. Өйткені Аллах елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деп айтқан: кім Рамазан айында ораза ұстаса, содан соң оған Шәуәл айында 6 күн қосса, 1 жыл бойы ораза ұстаған секілді болады деп айтқан. Рамазан айының оразасын өтеуден бұрын нәпіл ораза ұстауға қатысты екінші пікірдің мәні бұл рұқсат етілгендігіне, бірақ құпталмайтын амал болып табылатындығына, әрі бұл туралы кейбір мәликилер мен шафилер айтатын. Үшінші пікір, бұл рұқсат етілмейді, әрі Рамазанның күндерін өтемейінше оның ұстаған нәпіл оразасын қабыл болмайды. Бұлған ханбалилер сирек кездесетін пікірі, әрі олар дәлел ретінде Әбу Хурейрадан жеткізілген, оған Аллахтың елшісімен кім Рамазан айында қарсы алса, әрі оның мойнында өткен Рамазанның өтелмей қалған ораза күндері болса, онда оның оразасы қабыл болмайды. Әрі кім мойнында Рамазанның өтелмей қалған ораза күндерінің бола тұра нәпіл оразаны ұстайтын болса, ақиқатында ол Рамазанның оразасын өтемейінше бұл одан қабыл етілмейді.